ұлының өмірін қиған адамды әкесі Алла разылығы үшін кешірді. Бұл әкенің жүрегінде қанша қасірет, қанша ауыр қайғы болған елестетудің өзі қиын. Өз балаңнан айырылу сөзбен айтып жеткізе алмайтын сынақ. Көпшілігіміз бәлкім мен ешқашан кешірмес едім дер едік. Мүмкін шынымен де кешіре алмас едік. Бірақ бұл әке кек алудың жолын емес, кешірудің жолын таңдады. Бұл оның жаны ауырмағандықтан емес, бұл оның болған оқиғаны ұмытқаннан емес. Керісінше, мұндай қадамға бару үшін өте мықты рух, кең жүрек және терең иман керек. Кешірім өткенді өзгерте алмайды, ұлын қайтара алмайды. Бірақ ол адамның рухани биіктігін, жүрегінің ұлылығын көрсетеді. Алла тағала баласынан айырылған барлық ата-анаға сабыр берсін, қайғыларына жеңілдік нәсіп етсін. Бұл оқиға бізге шынайы күштің тек ашу мен кекте емес, кешіре білуде екенін еске салады. Кек сақтау оңай, ал кешіру жүрегі өте мықты адамның қолынан келеді емес.